Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге тынық болатын қаладес дайындаймыз. Осылай алдын ала жуып тазаланған сиыр аяқтарын төртке бөліп қазанымызға саламыз. Қазанымызға салғаннан кейін осылай қайнауға жақын осылай көпіріктерін аламыз. Бірден тоздарын салып жүру қажет емес. Менде осы 8 литрлік қазанға салдым. Көбіктерін алып болғанымыздан кейін лаврович жапырақтарын, қара бұрыш түйірінен ондай көп салу қажет емес. Сосын 2 қасықтай тұз салдым. Сосын 8 сағаттай қайнатуға қоямыз. 5-6 сағат қайнап болғаннан кейін пісуге жақын 1 жуа, 2 сәбіз, 25-30 минуттан кейін піскеннен кейін алатын боламыз. Мінекей пісіп болған жуамызды, сәбіздерімізді алып тастайтын боламыз. Міндетті 8 сағаттай қайнап піскеннен кейін бұлдырап өте жақсы болып піседі. Міндетті 8 сағаттан ең орташа 8 сағаттай қайнау керек. Мінекей мен осы қайнағанмен су ештеңе қоспадым баста құйғаннан кейін. Осылай 8 сағат қайнағаннан кейін мінекей көріп тұрғаныңыздардағыдай бақайларымыз өте бұлжырап, өте әдемі болып піскен. Мен аздап ет те қосқанмын. Көріп тұрғаныңыздарда езіліп тучонку болып піскен. Піскенден алып сүзіп аламыз. Мен осылай ет сүзіп алғанымыздан кейін осылай кастролымызге құйып алған болатынмын. Үстіне 2 чесногымызды теркамыздың майда үтікісіне өткеріп алдым. Өзіңіздің қалауыңызда чеснок ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Чеснок өткеріп болып бір араластырып жібереміз. Араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Етті қаласаңыз қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да қатты маңызды емес. Мен аздап қостым, осылай жіңішкелеп, осылай ұсақтап тұрап аламыз. Или осылай өзді көріп тұрғаныңыздай тучонго піскен вилканың көмегіменен осылай тұрап алдым. Ірі қылып тұрап қажетті жоқ. Или ет тартатын өткерсеңіз де болады. Мен осылай тұрап алдым. Енді пісіп шыққан бақайларымыздың етіменен сүйегін ажырататын боламыз. Бұл да өте бұлжырап, жақсы болып піскен тучонку болып, онда ет сияқты қылып осылай турап шығатын боламыз. Етін бөлек аламыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздардай өте жақсы болып піскен. Бұнда өзіңіз қаласаңыз ет тартатынан өткерсеңіз де болады. Енді ірі болып, өте әдемі болу үшін мен осылай жасадым. Қолмен турасаңыз да болады. Осылай турап алдым. Бұл өте адам денсаулықтарына, суставтарға, денсаулықтарға, аяқтарыңызға өте пайдалы. Мінекей өте әдемі болып шықты. Енді бетін безеу үшін менде піскен жұмыртқа, піскен сәбіздерімізді осылай формамен тұрып алдым. Жасыл горох, зелен қажет болады. Осылай кеселерімізді қойып шығамыз. Үстіне жұмыртқа, кесеміздің үстіне осылай сәбіздерімізді қойып шығамыз. Енді әрине өзіңіздің қалағаныңызша безесеңіз де болады. Бұл өте дастарханға тартқандарда өте әдемі болып шығады. Ұнамайтын болса жасамасаңыз да болады.
піскен сәбіздеріміз осындай форма менен үстін келтірсеңіз де болады. Піскен бөдене жұмыртқасын қолдансаңыз болады. Менде кәдімгі тауық жұмыртқасынан пайдаландым. Сәбіз, жұмыртқа, зелен қаламасаңыз да қоспасаңыз болады. Осылай қойып шықтым. Қасына аздап 4-5 данадан жасыл горох қосып шықтым. Үстіне тағы да тынық болу үшін сүзгіштен сорпасын құятын боламыз. Бірінші етімізді салып аламыз. Мен бірінші етті салдым. Үстіне бақайдың піскендерін салып шығамыз. Неге барлық жеріне салып болдым. Енді үстіне тағы да тынық болу үшін мен сүзгіштен осылай сүзіп құятын боламын. Өте дәмді, өте ерекше болып шығады. Міндетті де жасап көрсеңіз болады. Жасап көруіңізге кеңес берем. Өкінбейтін боласыңыз. Үлкен кісілерге өте денсаулықтарына пайдалы тағам десек болады. Не көріп тұрғаныңыздағыдай өте тынық болып жатыр. Үстіне тағы да әдем болу үшін үстіне аздап зелен салып шықтым. Бұны 2 сағатқа салқындатқышқа қоямыз. Салқындатқышқа қойғанымызда міндетті де салқындатқышқа қойыңыз. Болмаса мұздатқышқа қойсаңыз қатып қалуы мүмкін. Мінекей көріп тұрғаныңыздағыдай жылтырақ, әдемі болып шықты. Ас болсын, міндетті де дайындап көріңіздер. Динараның асханасына тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Видео деген басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі ерекше рецепттерден құр қалмауыңыз үшін. Мінекей арасында кесіп қарадым. Өте еті бәрі де әдемі болып шықты. Міндетті де жасап көруіңізге кеңес берем. Үлкен кісілерге өте пайдалы тағам. Мінекей жоғарыдағы подписацияны басып, видеоден қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Сау болыңыз.